Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен used to тақырыбын үйренетін боламыз. Used to оның нақты аудармасы жоқ, ол өткен шақтағы фактті білдіреді. Өткен шақтағы адамның іс-әрекеті, хоббиі, қандай да бір әдеті, қандай да бір заты болған болса, ол қазіргі сәтте жоқ. Ол әрекетті жасамайды, ол заты да жоқ, ол хоббиін тастап кеткен өткен шақта. Мысалы қарасаңыздар, ол used to міндетті түрде етістікпен жасалынады. We used to be best friends, but now we have nothing in common. Біз дос болғанбыз бұрын, бірақ қазір біздің арамызда ешқандай байланыс жоқ деп тұр. Яғни өткен шақта дос болған, қазір дос емес. I used to travel a lot before I got married. Мен тұрмысқа шыққанға дейін немесе үйленгенге дейін көп елдерді аралағанмын дейді. Яғни ол үйленгенге дейін көп елді аралайды да, ал қазір отбасылық жағдайға байланысты ол шет елге шықпайды. Яғни ол әдетін тастаған, ол жұмысын тастаған деген сияқты. Ол бұрын болған әрекет, қазір ол әрекетті жасамайды ол. Осыны used to дейміз. I used to be really shy, but now I'm getting more confident. Мен бұрын өте қатты ұялушы едім деді. Бұрын ұялатын екен да, сөйлеуге адамдардың алдында. Ал қазір дейді, қазір мен ашыла бастадым. Өзімді еркін сезіне бастадым дейді. Ыңғайлы сезінемін адамдардың алдында дейді. Ұялмайды. Яғни бұрынғы әдеті қалған. Ол ашыла түскен қазіргі сәттерде. I used to be the best student in our school дейді. Мен өзіміздің мектепте өте жақсы студенттердің, яғни оқушылардың бірі болғанмын. Яғни өткен шақтағы факт, өткен шақта ол жасаған іс-әрекет used to деп аталады екен. Сонымен қатар used to-дің 3 формасы бар, болымды болымсыз сұрау түрлері өте оңай. He used to be blonde when he was a child. Ол бала кезде шашын сары, ақ сары етіп бояп алатын еді дейді. Бірақ оның қазір енді үлкен болған соң шашын ақ сары етіп емес, қара қылып бояп алуы мүмкін. Немесе керісінше бұрын қара болған, қазір блондин, ақ сары қылып бояп алуы мүмкін. Яғни ол өткен шақта іс-әрекет, қазір мүлдем олай емес. Ал енді болымсыз түр I didn't used to go to the gym before I was 40. Мен 40-қа келгенге дейін, 40-қа толғанға дейін мен спорт залға барған адам емеспін дейді, бармағанмын дейді. Ал қазір ол барады. Яғни өткен шақта болымсыз түрде жасамаған, ал қазіргі шақта ол жасайды. Сұраулы белгісіне қарасақ, did you used to play football? Көріңіздер мына жерде did you use. Use'дің ді түсіп қалған, ол қайда ауысып кетті? Didқа ауысып кетті. Сонымен did you used to play football? Yes, I did. No, I didn't. Сен футбол ойнағансың ба? Бұрын. Немесе жоқ деп жауап береміз. Ал енді be used to мен get used to-дің айырмашылықтарын айта кететін болсам, be used to бір нәрсеге үйреніп қалу, әдет болып кету. Әдет болып кету дегенде бір нәрсеге адам өзін үйрету, бір нәрсеге онсыз өмір сүре алмау деген сияқты ғой. My friend was used to living in a small town. Менің досым кішкене қалада өмір сүріп үйреніп қалған дейді. Ол енді үлкен қалаға келіп үйреніп кету өте қиын болады дейді. Яғни сол нәрсеге үйреніп қалады адам. I am used to reading only the English news. Мен тек қана ағылшын жаңалықтарын оқып үйреніп қалғанмын дейді. Енді ол басқаша қазақша немесе орысша оқыса, оған кішкене түсініксіз де болуы мүмкін. Бұл ағылшындан болуы мүмкін. Сондықтан бір нәрсеге үйреніп қалу. Get used to бір нәрсеге үйрету, амал жоқтан үйретеді. Амал жоқтан сол нәрсені жасауға тура келеді. Мысалы қараңыздар, that's what we eat for dinner. Get used to it. Бұл біздің кешкі асқы ішетін тамағымыз. Осыған үйрен, болды. Басқа нәрсе жоқ. Біз күнде кешкі асқа
етсіз тамақ жейміз деген сияқты. Осы нәрсеге үйрену керексің сен. Үйрен деп жатыр. Иә, соған амал жоқтан адам үйренеді. I got used to living in Canada in spite of the cold weather. Мен Канаданың суық ауа райына қарамастан ол жерде өмір сүріп үйреніп қалдым дейді. Амал жоқ, Канада суық, бірақ өмір сүру керек, үйренесің. Иә, өмірдің несі, бұл да бір сынақтары деген сияқты үйренуге тура келетін жағдайлар. Be used to, бір нәрсеге үйреніп кету, сол нәрсе өзің бойында қалыптасып кету болса, get used to, сол нәрсеге амал жоқтан үйренесің, сол нәрсені өз бойыңа сіңіресің. Жалпы used to тақырыбы осы, достар, түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Сонымен қатар YouTube каналыма жазылып кетіңіздер алдағы уақытта. Ағылшын тілінің тереңдетілген грамматикалары менің каналымда шығатын болады. Келесі кездескен